музыка арқылы Аллахтың дауысын іздеу қаншалықты дұрыс? Аллаға дауыс деген нәрсе беріп тұр да, бұл мақлұқтардың жаратылған нәрселердің сипаттары. Бұны тәжсим деп атайды, антропоморфизм дейді ғой. Бұл ақида жағынан өте үлкен қате, бұл адасушылық. Яғни Алла бір ағза бар, дауыс бар, әріптерден құралған деген сияқты түсіндірмелер беру, бұл адасқан топтардың сипаттары, солардың түсіндірмелерінен біз нақты білетініміз. Енді басқа бір мәселе туындайды. Бұл нәрсе Аллаға тән емес болса, бұны іздеуден қандай мәні бар? Бұл іздеу қандай мәні бар? Осы жерден олардың айтып жатқан әңгімесі дұрыс емес екен бірден. Дұрыс емес әрине. Өйткені бұл мәселені қараңыз, бұл мәселе негізі кім қозғайды? Бұл мәселеге қатысты шейх Рамадан Буты өзінің Әл-Хуббу фил Құран деген кітабында қозғайды. Шатаспасам 133-ші бетінде. Мен шатасуым мүмкін, шамамен 127 мен 133-ші беттерінің сол аралығына осы мәселені қозғайды. Астына өзінің түсіндірмесін келтіреді. Аллахқа қатысты кәлам бар ғой, жаңа Әл-Мисақта болады ғой. Әлесту бираббикум деп айтады ғой. Мен сендердің құдайларың емеспін ба деп, сондай күшейтпелі түрде андай бекітіп тұрған деңгейдегі сұрақ болады, риторикалық. Сен сұраған кезде қалу бәлә деп айтады ғой. Әлбетте солай, сен біздің Раббымсың деп айтқан кезде, именно жаңағы торп деп айтады, басқа бір терминология келтіреді, бұны былай түсінуге болмайды дейді ғой. Алланың дауысы деп түсінуге болмайды деген кезде, Алланың дауысын музыка арқылы іздеу дейтін ол. Оның ар жағында. Оның ар жағында қате ғой, Ау басында егерде бұл әріптен, дыбыстардан, сондай біздің осы жаратылған әлемдердің ішінде категория сондайға кірмегеннен кейін бұны іздеу қаншалықты дұрыс